Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен булочки дайындаймыз. Ол үшін бізге айран, жылы су, жұмыртқа, сұйық май, шекер, ұн және дрожж керек болады. Бір ыдысқа дрожж қосамыз. Дрожждың үстіне шекер саламыз. Содан соң үстіне ыстық су құйып, жақсылап араластырамыз. Міне қараңыздар, бізде осындай бір қалыпты масса шығу қажет. Енді бұны бір жерге қойып, үлкен мисқа аламыз. Сол мискаға жылы айран құямыз. Енді айранның үстіне барлық ингредиенттерді қосып шығамыз. Яғни ең алдымен сұйық май, содан соң жұмыртқа және бағанағы дрожжевая массаны қосатын боламыз. Үстіне 2 үлкен ас қасық шекер қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, бізде осындай бір қалыпты масса шығуы қажет. Енді осы массаның үстіне илектен тоқтап ұн қосатын боламыз. Ал енді жақсылап араластырамыз қамыр шыққанынша. Міне достар, біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды 1-1,5 сағатқа ашытып қойып қоямыз, ол көтерілуі қажет. Достар, мен булочкалардың ортасына шекер, мак және корицаны қосып жіберетін боламын, және сол үшін арнайы осыларды жағу үшін май ертіп алу қажет. Сіздерге де осы ингредиенттерді ортасына қосып жіберуге кеңес беремін. Ал енді біздің қамырымыз осылай көтерілді. Енді кішкене астына ұн себіп қамырымызды түсіреміз. Форма жасауға, яғни әртүрлі булочкаларға арналған форма жасауға ыңғайлы болу үшін біз қамырымызды дәл осылай домалақтап аламыз. Осылай бізге өте ыңғайлы болады. Достар, міне дәл осылай істеп аласыздар. Содан соң бұны пышақпен бөлесіздер, немесе қолмен үзсеңіздер болады. Қайсы өздеріңізге ыңғайлы, соны қолдансаңыздар болады. Мен басын пышақпен кесіп алып, оңай болу үшін ары қарай қолмен үздім. Барлығын дәл осылай домалақтап шығамыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін қараңыздар, осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді булочкаларымызды противенге саламыз және 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Және бетіне жұмыртқа жағуды ұмытып кетпеңіздер. Міне достар, бізде осындай өте дәмді жұмсақ булочкалар дайын болды. Жұмсақ, үлпілдек болып шығады және міндетті түрде көтеріледі. Астарыңыз дәмді болсын.